Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Міне бүгін біз Шар қаласына кетіп бара жатырмыз. Әріптестермен. Біздің аудан орталығы Қалбатау. Есілчі мен Сақрасегін Бекзатпен келе жатырмыз. Осы кейінгі жылдары осы жердегі жолды жөндеп, Семейде келе жатқан сияқты әсер етеді маған. Айта бер, Назымгүл. Немен айтқым келіп отыр, айта берші. Осы жер қатты ұнайды маған. Қатты әсерде болғандықтан осы жерге келген кезде түсіргімге кетеді. Иә. Алғаш Семейде салынды ғой осы. Жаңағы осы. Айналып елдің бәрі өте алмай шатасып. Сағат 11-ден кетті, үлгіреміз, Алла қаласа. Ары қарай жол жақсы ғой? 11 болды. Құрметті менің көрермендерім, кім менің каналыма әлі қосылмай жатыр, қосылуларыңызды сұраймыз. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлбекованың пайдалы кеңестер аккаунты. Жолдарыңыз болсын. Өткенде Алматы жақтың жолын түсірдім. Енді шығыс жақтың жолында қараңыздар. Міне біздің жаймамыз дайын болды. Бұл жайманы бүгін Тоғжан жасады. Одан кейін біз енді шаруа істедік бүгін. Соған байланысты бүгін ужинді Тоғжан жасады. Тоғжанның ужинынан ауыз түйіңіздер. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Екі немере де отыр міне. Өте немене болып піскен ғой, жұмсақ. Сондықтан міне осындай бүгін бізге Тоғжаннан ужин